11 сынып дүниежүзі тарихы 33 тақырып Мандела апартеидке қарсы күресуші. Нельсон Мандела апартеид кезеңінде адам құқығы үшін күрескен ең белсенді күрескердің бірі. Апартеид ЮАРға 1948 жылы билікке ұлттық партия келген соң орнады. Нельсон Мандела 1918 жылы 18 шілдеде Оңтүстік Африка Республикасының шығыс Капс провинциясының Транскей аймағында дүниеге келеді. Оның әулеті осы аймақты басқаратын Тембу династиясы тайпасының кіші тармағына жатады. 1939 жылы Форт Хэр университетіне оқуға түскен Мандела қоғамдық ғылымдар бакалавры бойынша білім ала бастады. Алайда 1940 жылы студенттік наразылыққа қатысқан үшін ол университеттен шығарылады. Кейін шахтада қарауыл болып жұмыс істейді, заң кеңсесіне шәкірт болады. 42 жылы ол өнер бакалавры дипломын сырттай қорғайды. 1943 жылы Мандела Витватерсранд университетіне түсіп, құқық саласы бойынша білім ала бастады. Онда ол либералдық, радикалдық идеяларға ерекше ден қояды. 43 жылы ол алғаш рет автобус жолақысының көтерілуіне қарсы бұқаралық акцияға белсене араласты. Әрі Африка ұлттық конгресі ұйымының бастамасымен өткізілген жас интеллектуалдар басқосуына қатыса бастады. 44 жылы ол ұлттық конгреске өтті, жастар лигасын құруға атсалысты әрі атқарушы комитеттің мүшесі болды. 1948 жылы Мандела ұлттық конгрестің жастар лигасының ұлттық хатшысы, 49 жылы ұлттық конгрестің ұлттық кеңестің мүшесі, 50 жылы ұлттық конгрестің жастар лигасының ұлттық президенті болады. 1950 жылдары Мандела Африканың оңтүстігіндегі апартеидке қарсы ең белсенді күрескердің біріне айналды. Сол кезеңдерде оның көзқарастары мен саяси күрес әдістерінің қалыптасуына Махатма Ганди ерекше ықпал етті. 1953 жылдың соңында үкімет Манделаға 2 жылға дейін халық алдында шығуға тыйым салды. 55 жылы ол халық конгресі ұйымына қатысып, бостандық хартиясын қабылдауға атсалысты. Құжатта оңтүстік Африкада еркін және демократиялық қоғам құрудың негізгі шарттары көрсетілді. Хартия ұлттық конгресс және оңтүстік Африкадағы апартеид режиміне қарсы күресуші басқа да саяси ұйымдардың басты бағдарламалық құжатына айналды. Бұған жауап ретінде үкімет 56 жылы Манделаға 5 жыл бойы халық алдына шығуға тыйым салады. 56 жылы 5 желтоқсанда Манделаға және ұлттық конгрестің 156 белсендісіне мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айып тағылды. Алайда оған қарсы тағылған айып 4 жылға созылған процестен кейін алынып тасталды. Апартеидке қарсы наразылық қара түсті халықтың қайда тұратындығы мен қайда жұмыс істейтіндігіне байланысты ережелер бекітілген рұқсат беру туралы заңнан кейін тіпті өршіп кетті. 1960 жылы Шарпавильде орын алған қақтығыс салдарынан 69 қара түсті азамат қаза тауып, үкімет ұлттық конгресс жұмысына тыйым салып, бұл астыртын әрекетке көшеді. Мемлекет тараптан репрессия мен зорлық-зомбылықтың артуы Манделаның апартеид режиміне қарсы күш қолданбау нақты нәтиже бермейтінін көз жетті. 61 жылы ұлттық конгресс жетекшілері апартеидке қарсы қарулы күрес әдісін көшу туралы шешім қабылдайды. Манделаның пікірінше қарулы күрес ең соңғы қадам болды. 1961 жылы ол ұлттық конгресс қарулы жасақтарын басқарды, оның ұйымдастырушыларының бірі болды. 62 жылдың тамыз айында Мандела тұтқынға алынады. Сотталған 61 жылғы жұмысшылар ереуілін ұйымдастыруды және мемлекеттік шекараны заңсыз бұзды деген айып тағылады. 62 жылдың қазан айында оны 5 жыл мерзімге соттайды. 64 жылы 20 сәуірде Приториядағы жоғары соттағы сөзінде Мандела ұлттық конгресс зорлыққа қарсы тактикалық қару қолдану себебін түсіндіреді. Ол ұлттық конгрестің апартеид режиміне қарсы күресте Шарпавильдегі қырғынға дейін тек бейбіт тәсілдерді ғана қолданғанын мәлімдеді. 1964 жылы Манделаның қамау шарасы оны өмір бойы бас бостандығынан айыру үкіміне өзгертіледі. Ол 18 жыл бойы қайырымды үміт мүйісі маңында Робben аралындағы түрмеде жалғыз адам камерада отырады. Аралда ол өзге де тұтқындармен бірге әк өндіретін карьерде еріксіз түрде жұмыс істейді. Бұл жерде жазасын өтеушілерді түстеріне қарай бөлетін, қара түстілерге тамақ аз берілетін. Ол өз естелігінде 6 ай бойы бір мәрте кездесуге және бір хат жазысуға құқылы болғанын айтты.
82 жылы Мандела Кейптаун түрмесіне ауыстырылып, онда 6 жыл отырады. 1985 жылы ол саяси күрестен бас тартса, бостандық беріледі деген ЮАР президенті Питер Ботананың ұсынысын қабылдамайды. Түрмеде отырған Мандела Оңтүстік Африка университетін сырттай оқып, 89 жылы құқық бакалавры дәрежесін иеленеді. 89 жылы ЮАР президенті Ботананы билікке келген Фредерик де Клерк алмастырады. Апартеид жүйесіндегі дағдарысқа байланысты де Клерк ұлттық конгресс пен басқа да апартеид жүйесіне қарсы қозғалыстарды заңдастыру туралы жарлыққа қол қояды. 1990 жылы 11 ақпанда Мандела бостандыққа шықты. Бостандыққа шыққан соң Мандела ұлттық конгресс жетекші қызметіне оралды. 91-ші ұлттық конгресс оңтүстік Африкада қызмет етуіне салынған тыйым алынғаннан кейін тұңғыш ұлттық конференция өтеді. Онда ол ұйымның президенті болып сайланады. 90-94 жылдары партия апартеид режимін тоқтату туралы келіссөздерге қатысты. Осының нәтижесінде жалпы нәсілдік негізінде алғашқы жалпы ұлттық сайлау өткізілді. 1993 жылы Мандела мен ЮАР президенті Фредерик де Клерк апартеидті тоқтатуға қосқан үлестері үшін Нобельдік бейбітшілік сыйлығын иеленеді. 94 жылы оңтүстік Африкада африкалықтардың басым көпшілігінің қатысуымен тұңғыш рет жалпыұлттық сайлау өтті. Соның нәтижесінде Мандела жеңіске жетіп, ЮАРдың тұңғыш қара нәсілді президенті болып сайланды. Президент қызметін атқарып отырған Мандела 1997 жылы ұлттық конгресс жетекшілігінен кетті. 99 жылы ЮАРда өткен президенттік сайлауда өз кандидатурасын ұсынбады. Қызметтен кеткеннен кейін Мандела қоғамдық істермен айналысты. Барлық оңтүстік африкандық ерікті елшілердің ішіндегі ең көрнектісі болды. Мандела қоры қайырымдылық ұйымын қалыптастырды. СПИДке қарсы күрес мәселелерімен айналысты. 89 жасында ол ақсақалдар кеңесін құрды. Оған әлемнің жетекші саясаткерлері мүше болды. Бұл саясаткерлер әлемдегі кейбір күрделі мәселелерді шешуге өз білімдері мен тәжірибелерін ұсынды. Мандела 2013 жылы 5 желтоқсанда 96 жасында өмірден өтті.